Мемлекеттік құрылымдарда заң бұзушылық әрекеттер тыйылмай келеді. Бұған дәлел облыстағы бірқатар мекемелерге жүргізілген тексерудің қорытындысы. Жемқорлыққа қарсы заңнама мен ар-намыс кодексінің сақталуында жіберілген кемшіліктер кезекті тәртіптік кеңесте мәлім болды. Бұл жиында талапты орындамай, өз қызметін асыра пайдаланып, заңсыз әрекетке жол берген 15 мемлекеттік қызметкердің ісі қаралды. Заңнаманы сақтауда салғырттыққа салынғандардың қатарында Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы да бар. Ол бірнеше мердігер компанияларға атқарылмаған жұмыстар үшін мемлекет қаржысын аударған. Сондай-ақ прокурорлық тексеру барысында құжаттардың сәйкессіздігі анықталып, керексіз жұмыстар істелгені де мәлім болды. Ал басқарма басшысының сөзіне қарасақ, қателескендігін алға тартады. Енді сол кездегі атқарған жұмыстары бойынша ол ақшаны төледі. Бұл жерде рас, жаңағы айтып кеткендей, мына мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес жаңағы өзінің пункті бар. Егерде осындай жаңағы жағдайлар анықталған жағдайда в одностороннем порядке бір жақты жаңағы тоқтатуымыз қажет болатын. Бірақ біз ол мәселені өткізіп алдық. Дегенмен де мемлекеттік заң тәртібін өрескел бұзған Мұхтар Төлеулиевті тәртіптік кеңес мүшелері қызметінен босатуды ұсынды. Мемлекеттік қызмет туралы заң 28-ші бап бірде-бір тармағының 3-ші тармақшасы талабына сәйкес Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Мұхтар Төлеулиевті қызметінен босату жөніндегі тәртіптік жазаға тартуды ұсынады. Тура осындай қызметтен босату туралы ұсыныс Меркі ауданы әкімдігі орталықтандырылған мәдениет үйлері және клубтар жүйесінің директоры Тантай Ахметжановқа да жасалды. Тексерулер бойынша мәдениет үйлерінің жылыту қазандықтарын жөндеу бойынша бөлінген мемлекет қаржысы мақсатты орындалмаған. Осындай олқылықтар облыстық денсаулық сақтау басқармасында да кездеседі. Тараз қалалық перинаталдық орталығының бас дәрігері Қарагөз Сағынғалиева балаларды тамақтандыру бойынша лоттарды заңға сәйкес жүргізбеген. Ал Шу ауданы әкімінің орынбасары Алихан Балқыбеков пен екі бірдей бөлім басшыларына ар-намыс кодексі бойынша тәртіптік жаза қолданылды. Бұдан бөлек Шу ауданы әкімдігінің аппарат басшысы Мейіржан Сүлейменов те мемлекеттік сатып алу бойынша заң бұзушылықтарға жол берген. Сондай-ақ кеңес отырысында Тараз қаласы мен Сарысу ауданы әкімдігінің бірқатар лауазымды қызметкерлерінің ісі қаралды. Тәртіптік кеңес мүшелері мемлекеттік қызмет туралы заңнаманы белшесінен басып, өзін білермендікке салынған азаматтардың істеген заңсыз әрекеттерінің дәрежесіне қарай тиісті жаза қолдану туралы құзырлы органдарға ұсыныс берді. Данияр Асқарұлы, Ержан Құдияров, жаңалықтар қызметі.